100 миллион теңгеге не алуға болады? Бір Lamborghini немесе Cadillac Escalade. Тура осындай интернеттегі әдемі өмірді көріп отырып, мен де бизнесті бастап, осылай шалқып өмір сүрем деген қате ой пікір қалыптасады. Шын мәнісінде бизнес бастағаннан кейін неше түрлі қиындықтар, проблемаларға ұшырап жататын кездер болады. Мысалы, мықты доктор болып жүрген кісі медициналық орталық ашқан кезде алғашқы проблемалар шығады. Өйткені ол мықты врач, бірақ мықты бизнесмен емес. Яғни әр маманның өзіндік спецификалары және соған сәйкес алатын білімдері бар. 2014 жылы мен өзімнің балалар киностудиясын ашқан кезде осы балаларды киноға түсем деген арманын орындаймын деп алғашқы компаниямның негізін қаладым. Енді ақыры балалар келіп жатыр, оларға барынша қызмет көрсетейік, көбірек ақша табайық деген мақсатта актерлық шеберлік үйірмесінің қасына ән үйірмесін, би үйірмесін, домбыра үйірмесін қосып үлкен қателік жасадым. Яғни бизнестегі ең бірінші қателік ол шире дейді ғой, кеңінен ауқымды қамтамасыз ету. Сол жерде менде алғашқы проблемалар не? Мен биден хореографияның қалай болуын білмеймін, жақсы мамандарды білмеймін. Әннен дұрыс вокалисті, дұрыс вокал деген не, оны ары қарай қалай баланы үлкен сахнаға шығару жолдарын білмеймін. Тек қана білетінім осы видеоны қалай түсіру керек, киноны қалай түсіру керек, сценарийді қалай жазу керек, монтажды қалай істеу керек деген сияқты біліммен шектеліп қалғам. Бұл жерде бизнесмендерге айтатын ең бірінші өзінің басынан өткен құпия, бір жаңалық десем болады, бұл фокус. Яғни бір нәрсеге зейін қою арқылы тек қана соны ары қарай дамыта беру. Ол дегеніміз, мен соны түсінген кезде осы кинодан басқа барлық артық нәрселердің барлығын кесіп алып тастадым. Яғни маған келген бала тек қана кино өнерін үйреніп, сол салада үлкен нәтижеге жетеді деген бағытты ұстандым. Және бизнестегі оборотты, табысты арттырған құпия бұл екіншісі бюджет. Басында енді көп бизнесмендерде де осы қателік кездеседі деген сенімдемін, ойдамын. Өйткені бизнесменнің өзінің жеке қалтасы мен бизнестің қалтасы екі бөлек болып бөлінбейді. Бизнестен түскен табысты өзінің жеке қарыздарына, жеке шығындарына, қыдыруға, өзінің ойлап жүрген, армандап жүрген материалдық үй, машина деген нәрселерге жұмсауы. Ол деген сөз, бизнеске тиесілі ақшаны жұлып алып, өзінің жеке мақсатына құртқан кезде, уже өзінің жеке өмірің әдем болғанмен бизнесін құлдырай бастайды. Ал түбінде бизнесің банкрот болып, ертеңгі күні өсіп өркендеуіне, дамуына, маркетингіне, рекламасына ақша жетпей, банкротқа ұшырап жататын кездер болады. Сондықтан да бизнесіңнің үлкен жетістікке жетудің екінші құпиясы бұл дұрыс бюджет иіріміне. Яғни өзінің қалтаңды нақты бөліп алып, компанияның бюджеті бір бөлек болып қалыптасуы. Оның ішінде де ол жік-жікке бөлінеді. Ол туралы келесі видеода айтатын боламыз. Шынымен осы тема қызық болатын болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Яғни компанияның ішінде белгіленген өзіндік бюджет болады. Бұл маркетингке әр айда түскен, бір айда мысалы 10 миллион теңге оборот түсті ма, оның 1,5 миллионы, 2 миллионы келесі айдың маркетингіне, рекламасына деп сол бюджетке алып қалу. Одан кейін өндіріс бөлімі. Яғни сен бір қызмет немесе өнім өндіріп жатсаң, сол өнімге кететін шығынды алдын ала алып қою. Және көп бизнесмен сақтамайтын бөлім бюджетте. Бұл реинвестиция. Яғни түскен таза табыстың 20%-ның немесе 40%-ның ортасында келесі өсіп өркендеуге бөліп алынған бір қаржы. Және тағы да бір өзінің басынан өткен бір оқиғамен бөлісіп кетейін. Яғни бір клиент маған 1 миллион теңге берді, белгілі бір өнім сатып алуға. Әрине, ол 1 миллион теңгенің бір бөлігін арендаға жабамыз, айлыққа төлейміз, тағы да басқа коммунальный услуги деген сияқты шығындар төлеп, бір 500 мың теңге қалады. О, 500 мың теңге қалыпты деп, оны барлық командамен бөлісіп аламыз. Бірақ сол өнімді ендігі айда қызмет етіп көрсету керек, өнімді беру керек. Бірақ сол өнімді беруге біз резервте ақша ұстамаған кез болып қалды. Берілген ақшаның ендігі айда жұмсалатынын ескермей бірінші айда құртып қойдық. Сол бірінші айда құртып қойдық, сол кездегі табысқа қызығып. Осы жерде мән беру керек.
бүкіл түскен ақша барлығы ол сенің ақшаң емес, жалпы клиентке жасалатын қызметте сол ақшаның ішінен ескеру керек. Бағанағы жарнамаға кететін шығынды, әкімшілік расходтар, бағанағы аренда, айлық, жарық деген секілді шығындарды ескеріп, ендігі айдың резервіне ұстап қойған абзал болады. Енді 2014 жылдан бері бизнесімді ашқалы 10 жылдан асты. Сол моментте ең басында жасаған қателіктердің бірі, барлық жұмысты өзім жасадым. Яғни мен кино түсірем деп клиенттерді жинадым, бірақ барынша өзіме көп пайда, табыс қалсын деп сценарийді өзім жаздым, түсірілімді өзім істедім, монтаж, дубляж, дыбыс, музыка қою барлығын өзімнің мойныма алып алдым. Өткені ең бірінші Мейрамбек жас кәсіпкердің миында туындаған ой, егерде мен режиссерға ақша беретін болсам, мысалы 100 мың теңгесін, монтажерға 100 мың теңгесін берсем, анаған 100 мың, анау 1 миллион теңгеден еш нәрсе қалмайды. Лучше барлық ақша өзімде қалсын деп, барлық жұмысты өзім жасау арқылы выгоранияға бардым. Не ананы үлгермеймін, мынаны үлгермеймін. Сөйтіп клиентке уәде берген 2 айлық уақытты 4 айға, 5 айға созатын кездерім орын алды. Үшінші құпия бұл команда. Яғни сіз командамен ғана үлкен ақшаға жетесіз, үлкен жетістікке жетесіз. Тек қана команда. Яғни одан кейін мен осы қателікті түсінгеннен кейін именно сол клиентті дайындайтын ұстаз алдым, соны түсіретін режиссер алдым, оператор, монтажер, әрине бірден келген жоқ. 2014 жылы кино студия ашылды, 15 жылы бағана қателіктер түсінді, 16 жылы алғашқы қадамдар басталды деп, 2022-ден бастап менде кәдімгі үлкен өсу пайда болды. Және 5-ші құпия бұл миссия. Бизнесті кәсіпкерлер, адамдар неше түрлі мақсаттармен ашады. Біреу ойлаған, армандаған жұмысын жасаймын деп. Екіншісі үлкен табыс табам деп. Үшіншісі бұрынғы жасап жүрген нәрселердің барлығымен шаршап бір арман қуалайды. Сол сияқты мен де өзім жақсы көретін нәрсемен айналсам дедім. Екіншісі көп ақша табам деген оймен осы бизнесті аштым. Бірақ осы жердегі тағы бір қателігім, және сіздер де соны қайталамаңыздар деген ниетте бұл айтылып жатқан әңгіме, яғни миссия құру. Не үшін бұл жұмысты жасап жатсыз? Шын мәнісінде ақша табудың миллион түрі бар. Қытайдан тауар алып келсең де, бір жақтан машина алып келсең де, біреуден алып бір нәрсе сатсаң да мысал. Бірақ дәл қазір жасап жатқан жұмысыңызды не үшін жасап жатсыз? Яғни қоғамға, әлемге, немесе ортаңызға, командаңызға, табиғатқа, қоршаған ортаға қандай пайдасын тигізеді деген сұрақ қойыңыз. Осы миссия табылмай тұрып, көп выгораниялар болды. Бізде де, командамызда да. Сондықтан да біздің дәл қазіргі миссиямыз бізге келген әр баланың шығармашылық әлеуетін, қызығушылығын аша отырып, осы өмірде тұлға болуына қызмет етеміз. Тура сол секілді, мысал Макдональдс деген компания бар, оның миссиясы бар. Apple компаниясы бар, мысал Каспи деген компания бар, онда миссиясы бар. Бұл Каспидің миссиясы осы заманауи құралдармен біздің клиенттеріміздің өмірін жеңілдету деген секілді. Яғни сіздің жасап жатқан жұмысыңыз қандай пайда тигізеді жалпы қоғамға? Яғни сіздің жасап жатқан бизнесіңіз ортаға қандай пайдасын тигізеді деген сұрақ қойыңыз. Және сол миссияда жұмыс жасай бастаңыз. Бұл деген сөз, сіз не үшін жұмыс жасап жатқаныңыз, командаңыз не үшін жұмыс жасап жатқанын кәдімгі айқын белгісі ретінде көрініп тұрады. Көп адамдар ойлайды, мықты маман керек, ол мықты маман келу үшін оған көп ақша төлеу керек, немесе мықты оборудование керек, техника, технология керек деп. Шын мәнісінде сен үлкен бір мақсат, миссия қоятын болсаң, оған бүйтіп ақша емес, сол миссияны орындауға, сол ойдағы единомышленниктер, бір ойда жүрген адамдар сізге жолға береді, кездесе береді. Мысалы, Арал теңізін толтырам деп жүрген Алтай Айнабек деген кісі бар. Ол технологияны пайдалана отырып, осы Аралды толтырам, Алматыны смоктан тазалаймын деген миссия қойған. Сол миссияның төңірегінде қаншама адамдар жиналып отыр. Ол жерде қасына жиналып жатқан адамдар маған қанша ақша бересің, мынанша теңге берсең істеймін деген ой жоқ. Ол жерде осы қоғамға пайдасын тигіземін деп қаншама адам атсалысып жатыр.
тура осы секілді сіздің жасап жатқан бизнесіңіз адамдарды өйстіп сіздің миссияңызға шоғырландыру керек. Ал 5-ші құпия бұл жоспар. Мен өзімнің бизнесімді жасап жатқан кезде ешқандай бір айтарлықтай жоспар болған жоқ. Бір күніме ұқсайды, қайталанады. Әйтеуір сол күнде сол табысты тапсақ, аренданы жапсақ, квартирамызды төлесек, бала шағаның қамын жапсақ болды деп жүріп уақыт көп өтіп кетті. Яғни бұл жерде осы қателікті сізде қайталамау үшін алдын ала жоспар құрған әлдеқайда бизнесіңізді үлкен жетістіктерге жеткізеді. Нақты, мысалы, дәл қазір 1 айлық жоспарыңыз, алдағы 3-4 айлық жоспарыңыз, 1 жылдық, 10 жылдық жоспарыңызды жобалап қойып қойған дұрыс болады. Өйткені сіз өзіңізді қандай компания ретінде көріп тұрсыз? 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, және сол жолға жету үшін әр айда қандай қызмет ету керек. Мысалы, біздің Мейрам балалар киностудиясы дәл қазір Қазақстанның 12 қаласында орналасқан. Біздің 2030 жылға жоспарға әлемдегі номер 1 балалар киностудиясы болу. Ол үшін біз Қазақстанның 20 қаласында нақты филиалдарымыз ашылу, әлемнің 100 мемлекетінде өзіміздің партнерлар, филиалдар және франшизаларымыз болу деген секілді жоспарларымыз бар. Бірақ сол жоспарға жету үшін дәл қазірден бастап әр ай сайын қойылған бағыт бойынша жүріп отыру. Осы айда Қарағандыдан ашамыз, Тараздан ашамыз, Ақтаудан ашамыз, Ақтөбеден ашамыз деген сияқты жоспарлар. Оған командамызға қандай адамдар керек, қандай жетекшілер керек, қандай режиссерлар керек деген сияқты командалық тұрғыдан да, ресурстық тұрғыдан да, яғни ақшалай, қаржылай қанша керек, қандай білікті мамандар керек, барлығын қағазға түсіреміз. Және сол жобаны жүзеге асыруға команда болып кірісеміз. Тура сол секілді сіз де өзіңізді болашақта қандай компания алып көріп отырсыздар, және сол жолда қандай қадамдар басасыздар, соны анықтап, нақтылап алыңыздар. Бұл осы айтып жатқан жоспарлар, миссиялар, стратегиялар бұл менің өзімнің басынан өткен қателіктер, жетістікке жеткен құпиялардың негізінің аясында құрылған Мейрам киностудиясы, Мейрам компаниясының аясында. Сол кездерде менде көптеген проблемалар болды, және осы проблемалардың жауабын кім маған айтады деген ізденісте болдым. Анадан сұраймын, мынадан сұраймын, бір орта таппадым, сұрақтарға жауап беретін адамдар таппадым. Содан дәл қазір мен сол проблемалар басқа бизнесмендер деп қайталанбасы үшін әдемі Мейрам бизнес клаб деген орта құрып қойдық. Сол кездерде мендегі ең үлкен проблема, бизнесім қиналып кеткен кезде, осы жүріп тұрған күйінде біреуге сатып жүрсем екен, 5 миллион, 10 миллионға мынау құтылсам екен, жұмысқа барғым келмейтін кездер болатын. Соның аясында жаңадан біз Мейрам бизнес клуб құрдық. Яғни ол бизнес клубтың миссиясы бизнесмендер жұмысын қиындыққа айналдырмай, ләззатқа айналдыру арқылы, қолын босату, автоматтандыру арқылы әдемі өмір сүру үшін қызмет ететін Мейрам бизнес клуб қауымдастығын аштық. Бұл бизнес клубта біз аптасына 4 рет тікелей кездесулер ұйымдастырып отырамыз. Және айына 1 рет үлкен спикермен кездесулер ұйымдастырып, барлығымыз соған қатысып, біліктілігімізді арттырып отырып, бір үлкен әдемі ортада жолығатын клуб аштық. Сіз де шеше алмайтын сұрақтарыңызға жауап іздеп жүрсеңіздер, сол клубқа қосылыңыздар. Осы видеоның астында сілтеме болады. Сол сілтемедегі анкетаны толтыру арқылы біздің командамызға, ортамызға қосыла аласыздар. Видео пайдалы болса, лайк басыңыздар, және қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, осы бизнеске қатысты, жеке дамуға, тұлғалық дамуға қатысты комментарияға жазыңыздар. Барынша бірге талқылайтын боламыз, ойларымызбен бөлісетін боламыз. Келесі видеода кездескенше барлықтарыңызды жақсы көремін.